Кеш құрметті жиналған қауым, қадірменді өнерсүйер қауым және де жастар, бүгінгі шабыт халықаралық өнер фестивалі, шығармашылық жастардың фестивалінің шымылдығы біраз жылдар үзіліс салып қайтадан ашылып отыр. Бұл біздің өнерлі және талантты жастарға үлкен әлемдік сахнаға және де ұлттық сахналарға және де ареналарға қосымша беретін мүмкіндік. Сондықтан баршаңызды бүгінгі осындай біздің фестиваліміздің қайта жаңғыруымен құттықтаймын. Және де бұл елордамызбен қатар келе жатқан, елордамыздың дамуымен қатар келе жатқан жалғыз фестиваль, жастарға мүмкіндік беретін жалғыз фестиваль болғандықтан бұның орны да ерекше. Және де бүгінгі фестивальдің қайта жаңғырып ашылуы ұлттық өнер университетінде өткізіліп жатқанда біздің шарамызға ерекшелік түседі. 18-ші рет ұйымдастырылып отырған фестиваль талай дарынды жастарды танытып, отандық және әлемдік өнер майталмандарын тоғыстыратын құт мекенге айналатынына сеніміміз зор. Бұл өнер бәйгесінің арайлы астанамызда өтуі бекер емес. Бүгінде бас қаламыз экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени өрлеудің орталығы, жаңашылдық пен болашақтың нышанына айналған жастардың серпінді қаласы. Осында ұлттық мәдениет пен руханиятты дамытуға бағытталған сан алуан бастамалар жүйелі түрде жүзеге асуда. Солардың ішінде жас таланттардың кең өріс ашатын осы бір шығармашылық мереке айрықша орын алады. Биылғы бағдарламаға 8 номинацияны қамтып отырған 800-ден астам жас өнерпаз, оның ішінде 9 шет елден келген қатысушыларымыз қатысып отыр. Құрметті қатысушылар, құрметті жиналған қауым, баршаңызға сартылмас шабыт, тың идеялар мен шығармашылық жеңістер тілеймін. Бұл өнер бәйгесі сіздерге жаңа мүмкіндіктер мен рухани қуат сыйласын. Өнер додасының мәртебесі талантты жасқанбай танылуымен өлшенеді. Ендеше бағы мен бабы қатар шапқан нағыз жас жүйріктердің оза шығатын, өнердің ең биік өресі көрінетін бәсеке болғай. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет.